мектепте үлгілі оқушы болған. Әдемі екен. Ер адамға әдемілік керек жоқ, ақыл керек. Ал сен осы ақымақтың өзісің. Қожа қараш, жатасқандай керемет космос туралы кітап алып келді. Жантас, сыртқа 1 минутқа бола ма? Сыртта ешқандай шаруам жоқ. Әңгімелерім бар ма еді? Шаруам бар. Құпия болса мен шығып кетейін. Жоқ, ешқандай құпия емес, өтірік айтады. Қорқасың ба? Жантас. Байқадым, апайға айтам. Қожа, сотқа, нағыз тәртіпсіздің өзісің. Неге үндемей тұрсың? Әлде тілің жоқ па? Бар. Айтатын несі бар? Байқаусыз естиді. Өтірікте байқамай айтатын шығарсың. Жақсы балалар, сабақты бастаймыз. Қожаны соттау керек, сонда түзеледі. Жазалайтын несі бар? Біз сот емеспіз, біз пионерлерміз. Пионерлер адал болу керек. Қожа сотқан ұрлықшы бүкіл сынып пен мектепке кір келтірді. Бөгелмеңдер, жалғастыра беріңдер. Кім сөйлейді? Ешкім сөйлемей ме? Қадырастың өзі айтсын. Қолын естегенді мойынмен көтеру керек. Кешіріңіздерші, енді қайталанбайды. Біреудің көлеңкесінде жүру, біз пионерлер үшін ұят. Сабақтан қашқаным, қожа. Сөмкеге өрмекші салғаным, тағы қожа. Тәжірибе жұмысына келмеген тағы да қожа. Сұлтан Шопанның баласын алдағанда қайда болды қожа? Қойшының ертірісін ұрлағанда қайда болды? Сонда қайда болды қожа? Сөз берші, сөйле. Бір қарт майды, бір құмалақ шіртеді. Ал бізді шіртіп жүрген бұл қожа. Балалар, ерікті өздеріне бердік. Олай болса дауысқа салайық. Онда қожа шығып кетсін, әйтпесе кейбіреулер одан қорқады.